Сәлеметсіңдер ме балалар, әдебиеттік оқу 3 сынып 44 сабақ. Жер астында қала бар. Жалғасы. Кейіпкерлердің портретін сөзбен жасай аласың. Шығармадағы оқиғаның басталуын, жалғасуын, аяқталуын анықтайсың. Ертегінің жалғасын тыңда. Алтын мүйізді киік. Жалғасы. Ертегі. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды. Сонда бір айдақар мекендейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтамын дейді. Және сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Оны тек бұлдырмерген ғана жеңеді деген соң халқымызға бір жақсылық бола ма деп сені іздеп шығып едім, дейді ақсақалды шал жылап. Жарайды деп бұлдырмерген сауыт сайманын сайлап алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдырмерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдақар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдырмерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдақарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдақардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдақар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай-дүлей соққан боранда тоқтайды. Боран айдақардың лебі екен. Айдақардан жапа шеккен жұрт шат-шадымен қуанышқа бөленеді. Бұлдырмергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына әкеледі. Ұлан-асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал: балам, сен өзі шаруа адам екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние байлық та жетеді. Сен енді осында қалып үйлен, дейді бұлдырмергенге. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын, дейді. Бұлдырмергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал оған қанның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып аттандырады. Сөйтіп осыдан соң бұлдырмергеннің ауылы да әлденіп, күн көрісін жөндеген екен, дейді. Авторы Алтын мүйізді киік кітабынан. Балалар, мынаны есте сақтайық. Шығармада кейіпкерлердің сыртқы түрінің кескін келбетінің суреттелуі портрет деп аталады. Ал кейіпкерлердің мінезі, наным-сенімі, дүниеге көзқарасы қоса суреттелсе, оны мінездеу дейді. Келесі екінші жаттығу. Мәтінге сүйене отырып, суретке қарап, бұлдырмергенге мінездеме беріңдер. Бұлдырмергеннің киімі бөрікті, қаруланған, садақ ілінген. Аңшылығы атақты аңшы, батырлығы ақылды ержүрек батыр, халқына құрметі, халқына қамқор, адал болған. Өз басының қамы үшін елін, жерін сатпаған. Келесі үшінші тапсырма. Ертегіге берілген жоспар дұрыс па? Қатесін тап, дейді. Бірінші, алтын мүйізді киіктің өтініші. Екінші, ғажайып көрініс. Үшінші, жерасты еліндегі той деп берілген екен. Бұл жерде қателік бірінші ғажайып көрініс болады. Одан кейін алтын мүйізді киіктің өтініші. Үшінші, жерасты еліндегі той болады екен. Біздің дұрыс жоспарымыз осы екен, балалар. Келесі төртінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген суреттерге сәйкес келетін ертегі бөлімдерін әңгімеле, дейді. Суретте оқиғаның басы және ортасы және аяқталуы бейнеленген. Бірінші суретте бұлдырмергеннің айдақармен шайқасуы. Екінші суретте ақсақалмен кездесуі. Үшінші суретте жерасты тойы. Енді бесінші тапсырмада бұлдырмергеннің жерасты қала халқына пайдасы тиді. Ал сен өз қалаңды, ауылыңды көркейтуге қандай үлес қосар едің? Топ алдында сөйлеуге дайындал, дейді. Балалар, біз өз қаламызды, ауылымызды көркейту үшін оны аялап, қорғап, табиғатымызды қорғап, ластанудан сақтап,
қоқыстарды қоқыс жәшігіне тастап, солай артымызды жинақы етіп, табиғатымызды аялау арқылы көркейтуге өз үлесімізді қосамыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.